Сәлем достар, бүгін біз бесігіміздің жабдығының жапқышын тігетін боламыз сыртқа. Бізге ол үшін негізгі матаны екіге бүктеп аламыз. Міне, және де бесігімізді ең оңай өлшеммен алу үшін біз осылай қойып аламыз жанғы бөлігін. Және де сол өлшеммен сызып аламыз. Жан жағының бәрін ақырын 1-1 сантиметрден артық алып отырамыз тігіс үшін. Ол өте маңызды. Мінекей көрсетіп тұрған жерлермен мен өттім. Негізгі бесіктің соңғы бөліктерінен алынды өлшемдері. Артық 1 сантиметрге тігісті аламыз, оны ұмытпауымыз қажет. Мінекей, оғаннан кейін түзеулетіп қидық, тағы да бір қарап аламыз өлшеп. Және де енді біз бесігіміздің жапқышын жабу үшін ұзындығын өлшейміз. Міне, осы өлшемді аламыз, бірақ та біз мына жердегі бөлікті мен жапқысы жаппай, оны керісінше сыртына шығарғым келеді. Соны да есептейміз. Және де осылай айналдыра отырып, жанғы бөлігінің негізгі ұзындығын өлшеп аламыз. Міне, яғни бесіктің тап жерге дейінгі жерін өлшейміз. Одан кейін біз матамыз екі бүктеп аламыз да, қайтадан дұрыстап өлшеп аламыз. Біздің жаңағы қиылған матамыз бойынша ұзындығын аламыз да, оны екіге бөлеміз. Мысалға 100 сантиметр шықса 50-ге. Осы бүктелген матамыздың жанынан сол жарты өлшемін аламыз. Ал ұзындығын біз бағанағы өлшеген ұзындық бойынша аламыз, бесіктің жалпы. Міне, қараңыздар, ұзындығы және ені мынау. Енін енді осылай айналдыра отырып, жанғы бөлігімен тігіп шығамыз. Бір-біріне оң қаратамыз. Міне, ары қарай айналдырып тігеміз барлығын. Ең бірінші жай тігіспен тігіп аламыз. Оверлок немесе зигзаг тігістермен тігудің әзірге қажеті жоқ. Өйткені біз өлшемді толығымен көзімізді жеткізуіміз керек, дұрыс екендігіне. Қайтадан қарап тексереміз. Бізге егерде кедергісін келтіріп тұрса, бағанағы шығып тұрған шығыңқы бөлігі бесігіміздің. Біз онда тігісіміздің бағанағы тіккен жерін сөгеміз де, сол жерден өлшеп қарап аламыз бірінші. Мен оны сөгуді жөн көрдім, және де сол сөгілген жерлердің маталарын кейін қарай қайра отырып тіктім. Міне осындай болып шығады соңында. Қазір мен қайра тіккен жерді көрсетемін сіздерге. Міне. Және де сөгілген жеріміздің біз ары қарай бекітуді ұмытпауымыз керек, ары қарай сөгіліп қалмас үшін. Міне осыны біз енді жапқышымыз босаңқы болыпты, кішкене оны тартып тігуді жөн көрдім. Өйткені қаттырақ болып тұрғанда әдемірек көрінеді, және де ортасынан бізге қайшымен қиып шығу керек, бөліп. Міне тартылып тігілді жапқышымыз, енді ортасынан бөлеміз. Бөлгеннен кейін ішке қайыра отырып әдемілеп тігіп тастаймыз матамызды, және де сыртынан кружево матамен мен әдемілеп шықтым. Барлық жан жағын, шетін. Сонымен қатар жапқышқа түймемен ілгектер қадап шықтым. Ол яғни бесігіміз бос кезде жапқыш ретінде пайдаланып қою үшін, чехол ретінде. Және де тігістердің барлығын зигзаг немесе оверлок тігістермен өңдеп, осылай әрлеуіміз қажет болады. Келесі жапқышымыз ол бізде тор жапқыш. Оны тігу үшін бізге осындай материал қажет, яғни мата. Ол перде сияқты матадан тігіледі. Оның да өлшемі осы сияқты тігіледі, бірақ та біз матаны артығымен аламыз. Артығымен алу себебіміз, біз оларды жиырып қоямыз. Міне осылай болып тігіп шығамыз, яғни бастапқы бірінші осылай ұзындығы бойынша тігіп аламыз, екі жанын тікпей тұрамыз. Мен артығымен тіктім де, оны қиып тастадым соңында. Яғни матаны ұзыннан аласыздар да, тек жиырып тігіп шығасыздар, сосын түбін кесесіздер ұзындығын, сосын мына жақ, ені жағынан артық қалған барлығын кесесіздер. Шет жақтарының барлығын қайырып тігеміз, сосын барлық шетін тігіп шығамыз қайырып. Міне қараңыздар, бұл бізде тек қана алдыңғы бөлігі, ортаңғы бөлігі дейікші. Екі жанғы бөлігі бізде әлі тігілген жоқ. Артық жерлердің барлығын қиып тастадым мен. Енді екі жанына осылай қарап аламыз. Қаншалықты ұзындықпен керек,
және де оны біз жиырамыз, жиырған кезде қалай болып тұрады, барлығын қарап шамамен тігеміз. Одан кейін оның барлық артық жерлерін қиып тастау ол әр кезде де оңай. Шынымды айтсам, негізі бұл кезде түсіру өте маған қиын болды, сондықтан да көп видеолар түсірілмей қалды, бірақ та оның ешқандай да қиындығы жоқ. Бірінші жапқыш сияқты тігеміз, тек маталарды артығымен алып, жиырып тігіп отырамыз барлығын. Және де өзіміз көзбен қараймыз, қайта-қайта кигізіп. Бұған да мен сол жаңағы шығыңқы бөлігі бар ғой бесіктің, сол жерге де мен тесік қалдырып кеттім, шығарып қою үшін. Ал жапқыштың ұзындығын кішкене қысқарттым, өйткені негізгі жапқышымыздың кружевалары көрініп тұрсын деп астындағы осылай ақырын ойықтата келе қысқартып отырдым. Және де екі шығыңқы бөлігіне бантик тігіп қойдым. Ол яғни төрт бұрышты материалды екіге бүктей отыра тігіп, одан кейін ортасынан бүрістіреміз, бір бау тігіп. Ешқандай да қиындығы жоқ. Ол бант туралы мен басқа да видеолар салатын боламын, сол жерде көрсетемін қалай тігілетінін. Міне осымен де бесік жабдықта тігуіміздің барлық видеолары аяқталды. Қалған бөліктерін тіккендігім туралы төменгі ссылкада қалдырып кететін боламын. Менімен бірге болып, осыны қарағандарыңызға көп рахмет. Осындай небір қызықты видеоларды тігу жолдарын көргілеріңіз келсе, менің каналыма жазылыңыздар, және де төменде Instagram парақшамның сілтемесі тұр, ол жерге де тіркеліп қойыңыздар. Көптен көп рахмет айтамын, сау болыңыздар.